Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Алма сірке суы қолдан майонез дайындауда, қияр тұздауда және теріні тазарту мен шашты жылтыратуда пайдаланатыны белгілі. Алма сіркесін басқа қандай жағдайларда қолдануға болады? Адам денсаулығына қандай пайдасы немесе зияны бар екендігі туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Дүкендерде жиі сатылатын сірке қышқылын емес, табиғи сірке суын таңдап алыңыз. Оның табиғи екенін ажырату үшін қаптамасында жазылған күштілігіне назар аударыңыз. Ол 4 немесе 5%-дан артық болмауы қажет. Егер алма сіркесі табиғи болмаса, жақсы нәтиже бермейді. Алма сіркесі калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне және А, В1, В2, В6, С, Е, П дәрумендерімен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы элементтерге бай болғандықтан алма сірке суын біраз іске пайдаға жарата аламыз. Көптеген адамдар табиғи алма сірке суын әртүрлі ауруларға қарсы дәрі ретінде қолдану идеясын ұнатады. Себебі ол арзан және әдетте дұрыс қолданғанда қауіпсіз болып саналады. Сірке суының кейбір жағдайларда денсаулыққа тигізетін пайдасы дәлелденген. Бұл көне ем. Гиппократ инфекциялармен күресу, жараларды емдеу және жөтелді жеңілдету үшін сірке суын қолданған. Алма сірке суы мифтері мен фактілері туралы білу үшін осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Алма сірке суы сізге арықтауға, артық салмақтан құтылуға көмектеседі. Алма сірке суы аз салмақтан арылуға көмектеседі. Артық салмағы бар ересектерді зерттегенде сусынды сұйылтылған 1 немесе 2 ас қасық сірке суын ішкендер, сірке суын ішпегендерге қарағанда тезірек арықтады. Олар сонымен қатар іш майын азайтты, бірақ әсері қарапайым болды. Егер сіздің мақсатыңыз салмақ жоғалту болса, жылы суға сұйылтылған бірнеше ас қасық сірке суын ішу сізді дұрыс бағытқа бұруға көмектеседі. Есіңізде болсын, салмақ жоғалтудың кез келген тиімді жоспарларының негізі калориялы диетаны ұстану және физикалық белсенділікті жоғарылату болып табылады. Алма сірке суы қандағы қант деңгейін төмендетеді. Алма сірке суы қант диабетімен ауыратын адамдарға тамақтанғаннан кейін қандағы қант деңгейін жақсартуға көмектесетіні дәлелденді. Және соңғы бірнеше айдағы қандағы қантты бақылаудың гемоглобин деңгейін жақсартады. Алма сірке суы антигликемиялық әсерге ие дейді. Созылмалы қандағы қант ұлпалары зақымдайды және жүрек, инсульт, бүйрек аурулары және соқырлық қаупін арттырады. Тамақтану кезінде 1-2 шай қасық алма сірке суын жылы суға салып қойыңыз. Немесе қандағы қанттың мөлшерін сақтауға көмектесетін салат тұздығын дайындаңыз. Инсулинді бақылауда ұстаңыз. Зерттеу нәтижесінде сірке суын ішкеннен кейін инсулин деңгейін төмендетуге көмектесетінін көрсеткен. Инсулин бұл қаннан жасушаларға энергияны тасымалдау үшін қолданылатын гормон. Инсулиннің тым жоғарғы деңгейі қауіпті, себебі инсулинге төзімділік деп аталатын жағдай туындауы мүмкін. Бұл жағдай сіздің денеңіздің инсулинге сезімталдығын төмендетеді. Бұл өз кезегінде 2 типті қант диабетінің дамуына әкелуі мүмкін. Немесе егер сізде қант диабеті болса, бұл жағдайды нашарлатауы мүмкін. Егер сіз инсулинге төзімді болсаңыз, немесе 2 типті қант диабетінің, немесе диабетпен ауырсаңыз, дәрігердің жанама әсерлерінсіз сіздің режиміңізге сірке суын қауіпсіз қосуға болатынын сұраңыз. Алма сірке суы қайызғаққа көмектесе алады ма? Кейбір адамдар алма сірке суы қайызғаққа қарсы үйдегі тиімді құрал деп санайды. Бірақ олай емес. Алма сірке суы қайызғаққа қандай да бір жолмен көмектеседі деп айтуға қатаң ғылыми дәлел жоқ. Сондай-ақ сірке сусабынының қалдықтарын кетіруге немесе шаш күтіміне арналған құралдарды қайта қолданудан жинауға көмектеседі деген қате түсінік. Егер сізде қайызғақ болса, оны сарапшылар ұсынғанда емдеңіз. Нұсқауларға сәйкес қайызғақ сусабынын қолданғаныңыз жөн. Егер сіздің қайызғағыңыз әлі де жойылмаса, дерматологқа жүгініңіз және сіздің жағдайыңызда емделуден басқа жолдарын қарастырыңыз.